ер азаматтың ірілігінің азаюы, әйел затының нәзіктілігінің, қызыл қылықтылығының азаюы. Оң жағымнан, сол жағымнан, қырымнан қараңыз. Күнде көріңіз, түнде көріңіз. Мен бір адаммын. Темір қазығын, қазақ болудың бақытын сезінбейінше, менің жаным Алаштың жанынан артық емес. 52 шаршы метрлік хрущевтік пәтерде тұрмас едім. Өйткені олардың тегі жақсы, ата бабасы жақсы. Олардың отаны бар. Біздің арнаны қолдап, бізге тіркеліп, подписаться батырмасымен қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін тырысамыз. Ел баласы өз балам деген менің сөзім. Балада да көңіл бар деген менің сөзім. Қарап отырсаңыздар, бәрі баламен қатысқан өмір. Сондықтан қазақ баласына неге бір өзі көркем, өзі Қазақстанның кәсіби суретшілерімен сурет салғызып, ойын баласының көзін көркемдікке тоқтатып, әр қарай мәтінді қалай оқығанын білмей, оқытып жіберетіндей бір журнал неге жоқ деген мәселемен мен өзім ашқан Айгөлек журналының 23 жылғы автор-редакторы болып, ай сайын 36 беті бар, жарқыраған, балабақшадан мектеп бітіретін балаларға дейінгі Айгөлек балалар журналын шығарып, кәдімгідей солдаттарша жұмыс істеп жүрмін. Егер менің жеке мәселеден, жеке басымнан жан тыныштығын сұрасаңыз, тек қана шүкіршілік, тәуба, ырзамын деп айтуға болады. Жаным тыныш, ұйқым бөлінетіндей, дөңбекшитіндей, жаным ауыратындай, жеке басымда, отбасымда, жан-жағымда, мені қоршаған жақындарымда ондай үлкен мәселе жоқ. Ал маған бөлек бір не берілген ғой, бір мазасыздық берілген адаммын ғой. Менің жанымның ешқашан өзімді ойлау арқылы менің жаным тынышталмайды. Қазақтың қай жерде есесі кетіп жатыр? Ар ұятта ма? Қазақы қасиетінен айырылуда ма? Үлкеннің үлкен, жастың жас, баланың бала болып қазақша қасиетімен жүре алмауындағы мәселелер ер азаматтың ірілігінің азаюы, әйел затының нәзіктілігінің, қызыл қылықтылығының азаюы менің жанымды тыныштандырмайды. Менің жаным тыныштанбаса, менің жаным мазасызданса, менің жаным шырқыраса, ол менің ұлтымдағы әрбір кемшілік үшін жаным тыныштанбайды. Басымды көтеріп айта аламын. Менің алдымнан қараңыз, артымнан қараңыз, оң жағымнан, сол жағымнан, қырымнан қараңыз. Күнде көріңіз, түнде көріңіз. Мен бір адаммын. Мен ешқашан маска кимеген. Мен ешқашан тіпті әйелдер салонына бармаған. Шашымды ешкімге ұстатпаған. Бетіме ешкімнің қолын тигізіп бірдеңе жаққызбаған. Мынау тырнағы өсірмеген, қас жұлмаған, тағы бірдеңе шаш боятпаған. Қысқасы, мен жасандылықтан ада, бүкіл кемшілігіммен, жаратылысыммен ғана жүрген, жас кезімде жасша болған, енді бәйбішелік жаста, осы жаста үлкендігін әркез есінен шығармай, таңның атуы, кештің батуы, жасына қарап іс істейтін арлы әйелге жатамын. Егер мен бас пайдам үшін керек адам іздеп, пайдалы адам іздеп, пайдалы жұмыс іздеп, ақшалы жұмыс іздеп жүрсем, 52 шаршы метрлік хрущевтік пәтерде тұрмас едім. Ешқашан, еш уақытта менің жаным Алаштың жанынан артық емес.
Ақыл есім бүтін болып тұрса, менің жаным Алаштың жанынан артық емес. Менің үлгім, өнегем Алаш арыстарының ұлтты сүюдегі, ел мен жерді сүюдегі, соның ар намысын қорғаудағы жүректің мен сынығымын, мен соның сарқыншағымын, мен соның бір кішкентай бөлшегімін. Қазіргі қоғам адам түсінбейтін, аласапыран, кімнің кім боларын білмей жүрген қоғам. Менің жасымдағы әйелдер біздің уақытымызда ондай болған жоқ қой деп, анау 25-30 жасына түскісі келіп, тыртыңдап жүрген қоғам. Мына қоғам, менің жасымдағы ер азаматтар әлі жаспыз, мына киімдерді біз кезінде киген жоқпыз деп, тоқал іздеп, жасырын нақсүйер іздеп, кім боларын білмей бөлініп жүрген қоғам. Мына қоғам қазақ болудан басқаның бәрі болуға ұмтылып тұрған, жұлқынып тұрған, соған арын сатып, барын сатып, соңғы тиынын беріп, басқа болуға ұмтылып тұрған қоғам. Сондықтан бізге өзіңнің қазығың, темір қазығың, қазақ болудың бақытын сезінбейінше, соған соңғы күшіңді жұмсамайынша, мына қоғамды мен мақтанып, осы қоғамға өмір сүргенімді қуаныш қып, бақыт қып айта алмай кететін қоғам. Ұлтқа ең қауіпті қазақ болғанын терең түсініп сезіне алмаудан туған намыссыздық. Ол намыссыздықтың ішінде тілді сүймеу, тілдің намысы үшін кәдімгідей жанары жарқырамау, бойын тіктемеу, басын көтермеу, басқаға араша түспек түгілі өзінің нәпсісіне, өзін билеуге араша түсе алмау ұлттың ең басты қауіпі. Ертеңгі қазақ егер бүгін намысын түзесе, бүгін мен ұлттың бір дәнімін, менің қолымнан да ұлтқа бір тамшы пайда келеді деп бүгін ойлай алса, ертеңгі қазақ туралы еш уайымым жоқ. Өйткені олардың тегі жақсы, ата бабасы жақсы, олардың отаны бар, олардың ата бабадан сүйегін тазалап тұратын семсер сөздері бар, баба сөздері бар. Соны оқу керек, соны сезіну керек, соны қабылдау керек, соны қорыту керек. Және соған өзі үлес қосу керек. Сенбесем, өзімді өзім алдап, не көрінді маған? Мен неге балалардың соңында жүрмін? Айгөлек журналына жанымды беріп, жүрегімнің сиясымен жазғандай қылып, жүрегімнің сиясымен бояғандай қылып, инемен құдық қазғандай шықлап істейтін әр шрифтісіне, фонына, әр суреттің оң солынан берілуге бәріне мән беретін, бір нәрсені көзімді жұмып қарамайтын айгөлегімді сүйіп оқитын балаларым соған жазылуға ақша таппайды. Ата-анасы түсінбейді, мұғалімі айтпайды, ақша жина ата-ана деп айтады деп. Мен еңбегі еш тұзы сор адам екенімді біле жүре, соның ішінде 100-дің 1-і, 1000-ның 10-і оқыса, сол оқу арқылы, солардың білу арқылы, солардың дүние танымының өсуі, өзгеруі, биіктеу арқылы қазақ жақсы жолға түседі деп, солардың алдын көріп сезінгендіктен мен осы балалар әлемінен кетпей жүрмін. Мен пайдалы әлемді білем, мен ақша табуды білем, менің қабілетім жетеді ақша табуға, дүние жиюға. Бірақ мен бүкіл өмірімді қолында ештеңесі жоқ, бірақ келешегі қазақ үшін болса екен деген балаға неге арналып жүр?
елдің ертеңіне сенгендіктен, ұлттың ертеңіне сенгендіктен, солардың ішінен ертең топ жаратындар шығатындықтан жүрмін жаным.